Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Келесі біздің 15-ші сабақ. Ма Исра уал Ми'раж. Исра және Ми'раж дегеніміз не? Шейх айтады: Ал-Исра хуа сейру наби алейхиссалату вассалам мин масжидил Макка иля масжидил Ақса фил Қудус фи лейлатин. Исра Ми'раж деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрісі. Яғни сира деген түнгі жүріс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Меккедегі Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне түнде қоныс аударған еді. Хәзір сәбит бен Насир Құран-ы Кәрим. Бұл нәрсе Құранда ашық айтылған. Алла Тағала қасиетті Құранда Исра сүресінде Субханаллази асра би абдихи аятта дегендей. Екінші әл-Ми'раж хуа суудуху тилка лейла мин масжид ал-Ақса иля самауати ижтимаихи би малаи а'ла. Екінші Ми'раж деген пайғамбарымыз Әл-Ақса мешітінен аспан әлеміне көтерілуі, сол жақта періштелермен аспан әлемімен жолығуы, ташрифан лахум бихи икрам лаху. Бұл дегеніміз Алла Тағала пайғамбарымыз болсын құрметі. Қад сәбәті зәлике хадис сахих, және сахих хадисте болып келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша көкке көтерілгендігі. Хәзір әмір мүмкін ақбараху бихи садық. Бұл нәрсе болуы мүмкін, әлбетте, өйткені бұны шыншыл, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хабар берді. Фаяджибу хамлуху ала захирихи, осылайша біз қабылдаймыз. Вала юстағраб миман сайяра тайра фил хауа. Және бұл нәрсе бір таңғалатын нәрсе емес. Аспанда құсты ұшырған Алла Тағала жағала кауаки ва тақтағы би харакатига фи дақиқатин масафатан аяқтағы нас фи мияти амин. Жақлап тұрған жұлдыздардың жерге түскен кезде бірнеше уақытта жоқ болып кететіндігін, адамдар оны сағаттап жүретін, жылдап баратын расстояние аз уақытта жоқ болып жүреді. Ярфаға иля самай фи сағати я хабиби саллаллаху алейхи уассалам алейхи стафаху аля анам. Енді адамдар үшін таңдап алған елшісін бір сәтте жоғары көтеру Алла Тағала ешқандай қиын емес. Алла бүкіл зат шамасы келуі, ол бикулли шайын хабир, бүкіліне Алла Тағаланың хабардар. Яғни Алла Тағала құзыр еш нәрсе жасырын емес. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түнде қоныс аудару да бұл андай нереальный зат емес. Хәлиянтау дуа даи аумадау лаху, енді дұға етуші адам дұғасы. Кімге дұға еткен осы пайда беремін. Хәл ясилу савау садақати хай иля майт ида ахда лаху дәлик. Тура сол сияқты тірі адамның қайтыс болған адамның садақасы, дұғасы қабыл болады. Инна садақаdır амр марғуб фихи. Садақа дінімізде ол сүйікті, пайдалы істердің бірі. Ол дұға тадар илаллахи тағала матлуб. Алла Тағала үшін дұға етіп кішіп берген, бұл да өте маңызды заттардың бірі. Килахума нафиун индаху тағала лихайю майт. Алла Тағаланың құзырында бұның екеуі де пайдасы береді. Садақаны да, дұғаны да, тіріге де және өліге де. Хәл даиму жанна рухания ау жисмания. Жанаттағы адам сезін рахаты рухпен бола ма, әлде денемен бола ма? Казалик азабунар кайфа хуа. Тура сол сияқты тозақтың азабы денемен бола ма, әлде тек рухани бола ма? Хәл хума даимани амин қатиан. Тура сол сияқты бұлар постоянно болып тұра ма, әлде тоқтап қала ма? Инна жаннат таштамилу ала нағимайни рухания уал жисмания. Жанаттағы адамның көретін рахаты ол денесімен және рухмен қатар бірге болады. Рухани де адам рухы жанын ләззат алу үшін кәт-тәсбих ва ибадат ва руятуллахи тағала ва иламихи биридаху фа анху. Адамның рухмен рахат алатын нәрселер тәсбих айтуы, құлшылық істеу, Алла Тағаланы көру, Алла Тағаланың жүзін көру, осы заттар адамға рухани ләззат сыйлайды. Ол жисмани өл тәләззүз жисм кәл акли ва шурб ва никах. Ал енді денемен болатын рахаттар, олар әлбетте ішіп жеу, және үйлену, неке, тағыстағылар. Ән-нар таштамилу ала азаб жисмани ва азаб рухани. Ал енді тозақ болатын болса екеуі қамтылады. Жисмани және рухани екеуі қатар болады. Ва наиму азаб фихима даиман янқати абадан. Яғни наимул азаб фихима, о жердегі жанат тозақтағы азап пен нағмет ешқашан үзілмейді. Ахлухма холидан фихима, және оның иелері, жанат тозақтың иелері, олар мәңгі сол жақта қалады. О хума маужудатани ален, және жанаттың тозақ дәл қазір біздің сезімде олар бар және жаратылған.
هل يبلغ الولي درجة النبي؟ هل يصل إلى حالة تسقط عنه تكاليف عندها. Енді қандай дәрежеде деген уәли адам, әулие кісі, олар пайғамбар дәрежеге жете ала ма? Және олар егер белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін олардың бойларына құлшылық бойларына түсе ма? Шейх ла яблуғу уәли даражатул наби минал анбия аслан. Ешқандай әулие кісі қандай да бір пайғамбар дәрежесіне мүлдем жете алмайды дейді. ولا يصل عبد ما دام عاقلا بالغا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي. және дейді адам дейді ақыл есі дұрыс болатын болса одан ешқашанда бұйрықтар мен тыйымдар мойнынан түспейді. Және оған қалаған затында адал болып кетпейді. Яғни мысалы үшін дәл қазір арақ ішу харам, сен әулие болғаннан кейін әулие дәрежетін болып арақ адал деп айта алмайсың. Тура сол сияқты мен әулие дәрежетіммен маған намаз міндетті емес, мен ораза ұстау міндетті емес деп айта алмайсың. Ол нәрсе адамға до конца міндет болып қала береді. كذلك يكفر من زعم أن الشريعة باطنا يخالف ظاهره ومراده بحقيقة. يعني кім айтатын болса шариғаттың сыртқы мағынасы бар, ішкі мағынасы бар деп айтатын болса, ол да әлбетте қателескен есептелінеді. فالأول النصوص قطعية حملها على غير ظواهرها. енді кімде-кім діни мәтіндерді алып оның мағынасын өзгертіп басқаша істейтін болса, яғни мысалы үшін кейбір адамдар мынандай аят бар Құранда: "Я аyyuhallазина аману", ей мұңайтындар, сендерге арақ харамды. إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. яғни арақ жаман нәрсе, одан сақ болу. Фаштанибу деген сөз шетінен қойып қойыңдар деп мағынада, бір аятты тастаңдар деген сөз ғой негізінде. Кейбіреулер арақ ішуге болады, оны алдына қоймай тек қана шетінен қойып қойсаң деген сияқты сөздер. Бұл әлбетте қайтадан Құран аяттарын өзгерту. Бұл нәрсе дұрыс емес. كمان زعم أن الملائكة القوية عقلية شياطين قوية وهمية. енді кім дейтін болса, айтатын болса, нелер шайтан дегенде мақсат адамның ақылының қуаттылығы, кешірсе періште адамның ақылының қуаттылығы, ал шайтан айтатын болса адамның нәпсісінің қуаттылығы айтатын болса, бұл да Құран аяттарын өзгерткен есептелінеді. Сол себепті ешқандай Құран аяттарының мағынасын өзгертуге болмайды. және шайтанды немесе жаңағыдай нелерді, періштелерді өзінің нәпсі қалауына сәйкес өзгерту, әлбетте бұлардың бәрі тыйым салынады. مجتهد يعني كم ومن المجتهدون الذي استقر الرأي على أتباعهم. және ойы берік болған мужтахид ғалымдар кімдер? مجتهد في المحيط بمعظم قواعد الشريعة والنصوص. مجتهد деген шариғаттың көптеген қағидаларын білген адам. ممارس لها بحيث اكتسب قوة يفهم منها مقصود الشريعة. соншалық дәрежеге жеткен шариғаттың сөзі көздеген мақсаттарын білетін адам айтады. والمجتهدون كثير مجتهدون الذي استقر رأيهم على أتباعهم أخذ بقول أربعة وهم. مجتهид ғалымдар өте көп болған, ойлары бекем, олардың ерекшеліктері мужтахид ғалым деген Құран және сүннеттен өздерінің қойған ережелері арқылы дін негіздерін терең түсінген себепті қағидалар шығарды, діни қағидалар шығарды. Сол негізінде үкім шығаруға мүмкіндік береді. Олар мужтахид ғалымдар өте көп болған, бірақ артынан ергендер олар төртеу. Олар имам Азам Абу Ханифа, Нуман ибн Сабит, Малик ибн Анас, имам Малик, Мұхаммад ибн Шафи, имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал. Осы төрт мужтахид ғалым болып есептелінеді. إنما اختار علماء تقليد هؤلاء أربعة دون غيرهم ممن بلغ درجة اجتهاد. енді ғалым ислам үмметі осы төрт ғалымның артынан ерудің себебі басқа емес, именно осы төртеудің артынан сері لكثرة ما استنبطوا من المسائل بسبب تفرعهم لذلك. өйткені оларда көптен тармақ мәселелерге бөліп алған, сол тармақ мәселелердің түйіндеп шығара алған себепті адамдар осы кісі артынан ерген. حتى ندرت القضايا التي لم يبينوا حكمه. бұл төрт мазхаб иелері бір үкім мәселесін баянда кетпеген мәселе қалмаған дейді. لنقل مذاهبهم إلينا بطريقة تواتر. және олар мазхабтары бізге мутаватир, яғни көпшіліктен жеткен. فينبغي لتقليد واحد معين منهم إلى لضرورة. فينبغي تقليد الواحد معين منهم إلى لضرورة. яғни осылардың біреуіне еруіміз керек. وإلا فربما أدى إلى تلفيق ويخرج عن سواء الطريق. енді осылар біреуді артынан ермейтін болсақ, онда біздің көзқарасымыз шашырап тәлфиққа ұшырауымыз мүмкін. Тәлфиқ дегеніміз адам біресе намаз қаптан алып, біресе намаз қаптан алып, сөйтіп адам қатты ауытқуға ұшырайды. Сол себепті тәлфиқ деген нәрсе әлбетте рұқсат болатын жерлер бар, жалпы бірақ тәлфиқ істемей бір мазхабты ұстанған ол шариғатта құпталатын.
لما يختلف المجتهدون في بعض المسائل. неге онда мужтahid ғалымдардың кейбір мәселеде ихтилафтары бар? Жауап: инал мужтахидин лам яхталифу фи усул дин. Олар діннің негізгі мәселелерінде таласқа түскен жоқ. Вала фи уммахати фуруи асын, және негізгі тармақ мәселелер емес. Лисубутиха лидалалати қатғия, кескін дәлел бекітетіндей. Инал ихталифу фи бa'd масаил фарғи. Олардың кескенде тармақ мәселелерде лиадами субути нас қатғи фиха, кескенде жауап болмағаннан кейін. Изил джузияту лейда яссар хасрух, өйткені тармақ мәселелерді шектеу мүмкін емес. Ихтилаф фиха сахн, ол жерде таластар өте жеңіл. وكل منهم بذل وسعه في استخراج حكمها من الكتاب والسنة بحسب ما ظهر له. әрқайсысы деп отыр, өздерінің шамасы келгенше кітаптан және сүннеттен дәлелдер шығарған еді. فمن أصاب منكم فله أجران ومن أخطأ منكم فله أجر. Кім енді біреуін дұрыс айтқан болса, онда 2 сауап алады, кім қателескен болса 1 сауап алады. للسعي في إظهار الصواب بقدر وسعه. өйткені шамасы келгенше дұрысқа қол жеткізуге әрекет істеген болатын. واختلاف الأئمة رحمة للأمة. ғалымдарымыздың ихтилафқа түсуі ол үмметке де мейірім. لأنه اختلاف في الأمور فرعية واختلاف فيه يوجب اليسر على الناس. өйткені олар таласқа түскен нәрсе тармақ мәселе ихтилафқа түсу адамдарға Алла тарапынан мейірім береді. адам уқуғи фи хараж албас, адамдарға қиыншылыққа түсіп қолдан сақтайды. فإذا اضطر إنسان عمل بما هو أيسر. адамға мұқтаждық болса арасын жеңіл амал істейді. وإلا فيعمل بما هو أحرى وأظهر. онда жағдай болмайтын болса, қайсысы маңыздырақ, қайсысы керек, сонымен амал істеуге мүмкіндігі болады. Сол себепті мазһабтардың болуы ол Алла Тағаланың біздің үмметке берген мейірім деп қабылдағанымыз орынды болады.